Саламатсыңдар ма балалар? Әліппе сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ш дыбысы мен әрпі. Ш әрпін айтсаң жасырмай, үш аша айыр басындай. Еңбектерін арнаған, сүйген сондай отанын, үлгі тұтып барша жан, ардақтайды шоқанын. Балалар, сендер бүгін сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайсыңдар. Құраған әңгімелерінен сөйлемнен жаңа үйретілетін дыбысы бар сөзді бөліп аласыңдар. Бөлініп алынған сөзге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Ш дыбысының айтылу ерекшелігін білесіңдер. Оны дауысты дауыссызға ажыратасыңдар. Ш дыбысының таңбасы оның әрпімен танысасыңдар. Ш әрпін көркем жазып үйренесіңдер. Ш. Шана. Ш қатаң дауыссыз дыбыс. Ш дыбысының бас әрпі үш илгекшеден тұрады, яғни үш элементтен тұрады. Ал шының кіші әрпі де үш элементтен, яғни үш илгекшеден тұрады. Ш қатаң дауыссыз дыбыс. Шар, шана, шырша. Ал енді балалар, ш әрпін санағыштардан жасап көрсетейік. Балалар, экранда көрсетілген сюжетті суретке мұқият назар аударамыз. Кімдер аулада жүр? Шара мен шырын аулада жүр. Шора аулаға немен шықты? Шора аулаға шармен шықты. Шара мен шырынға қандай шар берді? Шараға сары, шырынға қызыл шар берді. Мұнда шара, шырын, шора деген сөздер, шар деген сөздер ш дыбысынан басталыптыр. Олай болса, балалар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықта берілген сөздерді бірге оқып көрейік. Аш, шаш, шар, шара, шара, шам, шашу, шашу, шырша, шырша, шырмауық, шырмауық. Ал енді мәтінді бірге оқып көрейік. Қуаныш, қуаныш. Мәтін қуаныш деп аталады. Шынар, шынар мен шырын аулада. Шынар мен шырын аулада. Шона шармен шықты. Шона шармен шықты. Шырын сары шарды ал. Шырын сары шарды ал. Шынар сен қызыл шарды ал. Шынар сен қызыл шарды ал. Олар қатты қуанды. Олар қатты қуанды. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Яғни, шынар мен шырын аулада жүр. Шона шармен аулаға шықты. Шона шырынға сары шарды берді, ал шынарға қызыл шарды берген. Қыздар қатты қуанды. Мұнда шынар, шырын, шона, шар деген сөздерде ш дыбысы кездеседі.
Олай болса, экранда көрсетілген ребусты бірге шешіп көрейік. Сендер экраннан шыршаның суретін көріп тұрсыңдар, және тауықтың суретін. Алдымен шырша деп жазып аламыз, одан кейін осы шырша деген сөзде 5 әріп бар. Сол соңғы 4-ші және 5-ші әріпті алып тастаймыз. Шыр деген буын қалды. Ал енді тауықтың суретіне назар аударатын болсақ, оның алдында үтір тұр. Яғни тауық сөзінде 5 дыбыс бар. Соның алғашқы дыбысын алып тастаймыз. Яғни тауық дегенде 5 әріп болса, т әрпін алып тастаймыз. Ал енді бірге қосып оқимыз. Шыр деген буынға м әрпін қосамыз. Шыр, мауық. Яғни шырмауық деген сөз шықты. Шырмауық сөзінде 8 әріп, 8 дыбыс бар. Шырмауық, 3 буын бар. Және 3 дауысты дыбыс бар. Сөз тану тыңдау материалмен жұмыс. Жұмбақты тыңда, шешуін тап. Төгілген жерге ақ моншақ, ғайып болды сол шақтақ. Жұмбақтың шешуі бұршақ. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.